Сәлем достар, біз бүгін осындай пюре мен күріш тамағын дайындайтын боламыз. Пюреге суды қайнатып қоямыз. Одан кейін біз пиязды тураймыз. Оны сковородкаға қызып тұрған газге қоямыз. Одан соң оған күріш саламыз жақсылап, и оған су құйып осылай қойып қоямыз. Одан кейін бізде пюре дайын болады. Пюренің астындағы суға қайттан қойып пюрені, одан соң еземіз пюрені. Езіп аламыз жақсылап, өте қатты. Содан кейін біз оған жақсылап тұрып тұз қосатын боламыз. Осылай тұз қосамыз. Одан кейін оны әрі қарай еземіз. Дайын болады. Сонда бізде астын өшіріп қоямыз. Одан кейін күрішке тұз қосамыз. Күрішке тұз қосқаннан кейін біз роллдың приправаны саламыз оған, дәмдеуішті. Сосын араластырып, одан кейін бұны да өшіріп қойсаңыздар болады. Сонда бізде дайын осындай тағам шығады. Бұл өте оңай және тез дайындалатын тағамдардың бірі.